ата-аналар және оқушылар. Біздің бүгінгі өтейінде отырған тәрбие сағатымыз Қазақстан көпұлтты мемлекет деп аталады. Бұл тәрбие сағатты өтудегі мақсатымыз әртүрлі ұлт өкілдерінің арасындағы өзара сыйластықты, түсіністікті көрсету және де келешек ұрпақты осындай жақсы қасиеттерге баулу және олардың санасына сіңдіру болып табылады. Сондықтан да бұл менің оқушыларымның ең алғаш үлкен сахнаға қадам басуы, оларды қолдап, қошеметтеп отырасыздар, кемшіліктері болса түсіністікпен қарасыздар деген үміттемін. Ендеше мен кезекті жүргізушілерге берейін. Сәлеметсіздер ме оқушылар, ұстаздар мен ата-аналар қауымы. Бүгін біздің Қазақстан көпұлтты мемлекет деп аталатын мәдени мектепшілік тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Жаса елім, жаса достық бірлікпен көпұлтты мемлекет. Қазіргі таңда мемлекетімізде 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар мекендейді. Онда ұйғырлар, өзбектер, қазақтар, орыстар, украиндер, дүнгендер және басқа ұлт өкілдері тұрады. Тарих көшінің белгілі бір кезеңінде тағдыр тауқыметін арқалап, солақай саясаттың құрбанына айналып, елімізге келіп қоныстанған ұлттар мен ұлыстар үшін қазақ жері киелі бесікке айналды. Бірлік бар жерде бақыт бар, ынтымақ достық кепілі. Отан әр адамның жүрегіне жылы тиер қасиетті сөз. Адам жүрексіз өмір сүре алмайды. Отан біздің туған жеріміз, өзіміздің туған туысқанымыз, дос жаранып өзен тұратын еліміз. Біздің отанымыз Қазақстан. Бүгінгі Қазақстан дүние жүзіндегі көптеген мемлекетте таныған ел. Оның өз елтаңбасы, туы, әнұраны бар. Қазақ елі қашаннан да жүреді, тарихында тұлғалар көп киелі. Қазақстан аясында бұрыннан бірнеше жыл бірге өмір сүреді, бір-бірімен тату-тәтті тұрады, бәрінің де Қазақстан тұрады. Нәсіл деген нәсіл болған нұрлы күн, ынтымақ күшейтсем деймін бір жырын, татулығын жырға қосып, ұлттардың мақтан қылып, ұлыстардың бірлігін. Тілі бөлек болған менен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тірек тұр. Достық пейіл татулықтың тірегі, біздің халық бейбіт өмір сүреді. Бар әлемді бір өзіне қаратқан елордамыз Еуразия жүрегі. Қазақ жері көп шеккен қасіретті, қазақ елі өнерлі, қасиетті. Кім білмес қазағымның қою шайын, жал жая қазығарта құртпен майын, ақ ниетпен әрбір келген қонағына құрметпен шақыратын төрі дайын. Келіңіз ұсынамыз төрден орын, әр қазақтың жүрегінде осы тілек, адамзат оң сапарда болсын жол. Ақ қара деп алдымен елім бөліне садамды, дәстүр өнер салтымен таң алдырған қаламды. Қастерлейік қазақтың ана тілін, қайнаған қанмен баба тілін. Бірлікке, татулыққа ұран болған бұрынғы тектілердің да. Жырласа қазақ түрікмен, молдаван тәжік үн қосқан, дос жүректер біріккен, мейірлері жарасқан. Вместе живут на огромном планете, разные взрослые, разные дети, внешностью разные и цветом кожи, но безусловно мы в чем-то похожи. Всем нам счастливым хочется быть, новые звезды на небе открыт. Крепко дружить, не бояться другого, друг мой с Аляски, а что здесь такого? Годы пройдут, и мы станем взрослее, ростом повыше, по жизни мудрее. И поменяется мир весь вокруг, но рядом останется преданный друг. Дружба – это дар нас вещей, дружба – это свет в окне. Друг всегда тебя услышит, он не бросит в беде. Но не каждому дано знать, кто дружба есть на свете. Что
Что с друзьями жить легко, веселее с ними вместе. Кто без друга прошагал по дороге жизни той, тот не жил, существовал. Дружба — это мир планеты. Тыңда сен мені, ұлы жұрттың орыс халқым. Сен тербетіп өсіргенсің, сенің даңқың менің даңқым. Келесі тамашалайтындарыңыз орыс биі. Отандарынан айырылып, туған жерден кетуге мәжбүр болған еді. Балапан басынан тұрғытай тұсына деген заман ешкімді аяған жоқ. Ал қонақжай қазақ халқы жер-жерден келген түрлі ұлт өкілдерін жатсынбай бауырына басты. Оларға төрден орын беріп, жабырқаған жандарға демеу болды. Бұл келгендерді жылап қоймайық. Бізде бір қауым елміз ғой. Қолымыздан келгенше көмектесейік. Тамақтарын тоқтырайық. Тоңып та қалғанша. Бұлар біздің тілімізді түсінбейді ғой. Ештеңе етпейді. Әлі көріп бітер. Жүріңдер. Арада біраз жыл өтеді. Әй, келіндер, бүгін менің немеремді бесікке салады ғой. Көрші қолаңға түгел айтылды ма? Кешігіп жатқандар несі? Қазір кетіп қалатын да шығар. Дастархандарын жайып, бесіктеріңді дайындап қоя беріңдер. Ет дайын ба? Анфиса, қарағым, келдің бе? Марфуға, келші. Отырыңдар. Гүләндам, шайыңды әкел. Мал жұртың аман ба, Анфиса? Я.
Жақсы. Күні кеше біздер азап шегіп келіп едік. Сендер біздерді жақсы қарсы алдыңдар. Енді сол жақсы қарсы алғандарды қалай қайтарамыз? Жоқ, о не дегенің? Біз бәріміз бір қауым елміз ғой. Бәрі, сіз де, біз де, бәріміз Қазақстанда тұрамыз. Біз бір отбасымыз. Олай деме. Шайдан алып отырыңдар. Ал енді шайдың батасын беріп, кішкене нәрестені бесікке салайық. Жұртымыз аман болсын, халқымыз тыныш болсын. Еліміздің тірегі осы балалар, солар аман болсын. Әмин. Болсын. Жылама жілік шағып берейін, байғұлтаның құйрығын жіпке тағып берейін. Ажықта ет те дайын болыпты, бала да ұйықтады ғой, жүріңдер асқа. Күләмзар, баланы алып кет. Жолым түсіп тағдыр талап, грузин досым болдың қонақ. Қазағымдай кең пейілің, дастарқаның жайдың болақ. Қазақ қырғыз бір санның егізі, екі жұрттың бірге екен негізі.
Қазақ ұсса ол қырғыздың мерейі, қырғыз ұсса ол қазақтың жеңісі. Қазақ қырғыз туыссыңдар, досыңдар, бір тамырдан сендер өскен қосшылар. Дос туыстар көп болса да дүниеде, нақ сендерден нағыз туыс жоқ шығар. Көріңіз, қырғыз бен грузиннің айтысы. Сенің ұлтың кім? Қырғыз. Сен қырғыз болсаң, өз еліңе неге бармайсың? Менің өз елім Қазақстан. Жоқ, сен Қырғызстанда тұруың керек. О не дегенің, сен қырғызсың, грузинсің ғой, сен неге өз еліңе бармайсың? Сен өз еліңе қалай да кетуің керек. Балалар, осыншама неге дауласып жатырсыңдар? Менің білгім келеді. Біз әрқайсымыз өз еліңнің барудың керек деп жатырмыз. Қайсымыздың барарымызды білмейміз. О не дегендерің, бұл Қазақстан. Қазақстанда көп ұлт мекендейді. Бұнда қырғызда, грузинде, орыста тұра береді. Барлығы тату-тәтті тұрып жатыр. Ал сендер дауласасыңдар кейін. Олай болса, неге қарап тұрмыз? Қолдарыңды сал. Жарайды. Біз доспыз, біз әрқашан біргеміз. Римбаев Бауыржанның орындауында Кавказ жері.
көкілемде қонаймын көкілем, маңдайыңнан сыймақ өткен самалдың, қазағымның арманы деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жаны келген, күннің өзі ұясына қимай оны бата кеткен. Сайлау көктігілем, көкілем, көкілемде қонаймын көкілем, күннің нұрын айырмаққа сәулесі, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жақын екен, күннің өзі ұясына қимай оны бата Осымен мерекелік кешіміз аяқталды. Көріскенше күн жақсы. Біз бәріміз ортақ болсын қартай, теңіз толы бақша бұл, болсын бізге су ортақ, болсын бізге ну ортақ, ақбыз қарақтарымыз, ағайынбыз бәріміз. Осымен 5-ші Б сыныбында өткізілген ашық тәрбие сағаты аяқталды. Қате кемшілік тұстары болса кешіріммен қарайсыз деген үміттеміз. Өйткені бұл менің оқушыларымның үлкен сахнадағы алғашқы қадамы бүгін кесіліп отыр. Құтты қадам болып, осы мектептің үлкен абыройлы сыныптарының бірі болып жетсін дегім келеді. Рахмет назарларыңызға.